Джим Керриді өлтіріп тастады ма? 27 ақпан күні Сезар марапатынан кейін бала кезімізден көріп келе жатқан сүйікті актеріміз Джим Керридің түріне байланысты ғаламторда түрлі әңгімелер тарап, масондар өлтірді. Мынау Джим Керри емес, клоны бұл деген конспирологиялар айтылып жатыр. Шынында да кейбіреулер оның бет-әлпеті қатты өзгеріп кеткенін, тіпті көзінің түсі, даусының өзгергенін де жазып жүр. Бұған қоса, Джим Керри бұрын солақай еді, ал сол марапаттан кейін жанкүйерлерге қолтаңбаны оң қолымен беріп жүргенін байқауға болады. Сонымен қатар, Instagram желісінде 1 миллион оқырманы бар силиконды бетперде жасайтын маман осындай пост жариялаған. Кезінде Джим Керри Джимми Киммелдің бағдарламасында әлемді иллюминаттар басқарады деп айтқан болатын. Come on, Jimmy. Seriously, the time is up. People are hip to this kind of stuff. I'm here tonight to blow the lid off it, to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati. Міне, осы сөздерінен кейін оны ауыстырып немесе өлтіріп тастады деген болжамдар содан шыққан шығар. Ал сіз бұл туралы не ойлайсыз? Бұл жай ғана конспирология ма, әлде Стэнли Кубриктің фильммен жеткізілгені рас па?